Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, менің шығынсыз шаш күтімі марафоныма қош келдіңіздер. Марафонды бастамас бұрын өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Мөлдір Бекжан, қазақстандық Рапунцель деген лақап атым бар. 9 жасымнан бастап шаш өсіріп келе жатырмын. 150-ден астам адамға көмектескен шаш күтімі экспертімін және инстада 56 мың оқырманы бар блогермін. Марафонымызды неден бастаймыз? Ең бірінші кезекте жалпы шаштың функцияларын, яғни қызметіне тоқталуды жөн көрдім. Шаш дегеніміз бұл әйелдің көркі, және шаш негізінде ол бастың сыртқы жабыны деп атауға болады. Оның негізгі 3 функциясы бар. Біріншісі қорғаныс, яғни бас терісін ультракүлгін сәулелерден, шаңнан және басқа да сыртқы әсерлерден қорғайды. Екіншіден, бас терісін суықтан сақтайды. Егер біздің шашымыз болмайтын болса, онда басымыз кәдімгідей тоңатын еді. Әсіресе бұл әйел адамдарға байланысты. Шаштарын мысалы тақыр бастап қырып тастаған кезде бір құрбым айтып еді, сол кезде мен түсіндім, қалай менің шашымның мені суықтан сақтайтынын, тіпті жаныңнан бір адам өтсе де басыңды жел соққандай болады ғой деп. Келесі үшіншісі бұл сезімталдық, яғни шаш фолликулалары сезімталдыққа жауап беретін жүйке талшықтарымен тікелей байланысты болып табылады. Енді шаштың өсуінің негізгі 3 фазасы бар. Біріншісі анаген, екіншісі катаген, үшіншісі телоген. Біріншісі анаген фазасында бұл шаштың өсу кезеңі, яғни бұл кезеңде шаш белсенді түрде өседі, жаңадан шаш фолликулалары пайда болып тереңінен тамырланады. Онан кейін катаген фазасы бұл өсудің тоқтау кезеңі. Бұл кезеңде шаштың өсуі тоқтайды, яғни жаңа шаш өсуіне орын бере бастайды, және үшіншісі бұл телоген, яғни демалу кезеңі деп аталады. Бұл кезеңде шаш фолликулалары демалады, ескі шаш түсіп орнына жаңа шаштар өсуге дайындала бастайды. Яғни жалпы адамның өмір сүрген кезінде шаштың өсуі, шаштың түсуі бұл негізінде үнемі қайталанып жүріп отыратын процестер болып табылады. Енді шаштың өсуі айына 1 немесе 1,5 сантиметр, ал жылына 18 сантиметр болып табылады. Және шаштың түсуі шаштың түсу нормасы күніне 40-100 тал. Бірақ осы жерде мынандай бір үлкен қателік менің кезінде жіберген болатынмын. Мен ойладым, егер шаш күніне 100 тал түсетін болса, демек бұл шаштың түсуі норма екен. Менің шашымның түсіп жатуы норма, бұған ешқандай алаңдамай қоюға болады деп. Бірақ бұл жерде бұл күніне түсетін шаштың нормасы бір жолда емес. Яғни сіз таңертең тарауыңыз мүмкін, кешке тарауыңыз, шашыңызды жуғанда тарауыңыз мүмкін. Соның барлығы мына 100-ден аспау керек. Дегенмен де осы жерде бір цифр бар, 40 деген. Мысалы, мен кезінде өзімнің шашымның түскеніне норма деп жүрген кезде құйқамның қалай көрінгенін байқамай қалдым. Мына бірінші суретте жоғарыда тұрғандағы мен, яғни шашым түсе осылай құйқам ашылып қалған болатын. Сол кезде мен түсіндім, шаштың түсуі норма деп жүре бермеу керек екен. Оны ең аз минималды деңгейіне дейін біз азайтуымыз керек екен. Шамамыз келгенше, яғни сол кезде біз өзіміздің шашымызды сақтап қала аламыз, өзіміздің жастығымызды сақтап қала аламыз. Және осыны түсінгеннен кейін мен шашыммен жұмыс жасай келе, шашымның түскенін азайтып, одан қалса мына кәдімгідей құйқама жаңадан шаштар шығып, ашылып тұрған жері қайтадан жабылған болатын. Сондықтан шаштың түсуі норма деп жүре бермейміз. Бұл туралы мен алдағы бөлімдерде тағы да тоқталам. Енді біріншісі шаштың типтерін анықтаудан бастайық. Жалпы мен өзімнің Instagram сторизіме мынандай сауалнама қалдырған болатынмын. Яғни өзіңіздің шашыңыздың типін білесіз бе деп. Сонда көп адамдар өзінің шашының типін білмейді болды. Яғни мысалға қарасаңыз 31 адам жауап беріп тұр. Енді өзіңнің шашыңның типін білмеу деген сөз, бұл өзіңнің шашыңа дұрыс күтім жасай алмау дегенді білдіреді. Шашқа дұрыс күтім жасай алмау оның зақымдануына, шашта туындайтын түрлі проблемаларға әкеліп соғады. Сонымен шаштың қандай типтері бар? Шаштың негізгі типі бұл 4-еу, яғни құрғақ, майлы, қалыпты және аралас болып табылады. Қазір осы сабақта мен бұлардың әрқайсына жеке тоқталамын. Бірінші, құрғақ шаш.
өздеріңіз суретте көріп тұрғандай, құрғақ типті шаштар қандай болады? Бұл ең біріншіден шаштың түбі мен ұшы да құрғақ, яғни ылғалды емес. Онан кейін екіншіден сынғыш және ұштанғыш, жиі электрленеді, ұшып тұрады, жылтыры аз, күңгірт көрінеді. Бірақ бұл жерде барлық құрғақ шаштар міндетті түрде осындай сипаттамалар барлық құрғақ шаштарда болу керек деген сөз емес. Дегенмен де көбінесе құрғақ шаштар да осындай жағдайлар жиі кездеседі. Яғни шашының ұшының ұштанып кетуі, электрленіп ұшып тұруы, жылтыр болмауы көп кездеседі. Енді шаш не себепті құрғайды? Осыған тоқталайық. Біріншіден, бұл бас терісіндегі май бездері жеткілікті түрде май бөлмеген кезде шаш құрғап бастайды. Онан кейін екіншіден, фен, утюжок, плойка сияқты құралдарды көп қолданған кезде бұл шаштың құрғауына әкеледі. Себебі бұл құралдардың ыстық ауасы шашты да бас терісінде құрғатады. Осы жерде бір лайфхак айта кетейін. Егер сіз фенді жиі қолданатын болсаңыз, тым болмаса феннің ыстық ауасын емес, салқын ауасын пайдаланған жөн. Үшіншіден, түрлі химиялық процедуралар, яғни бояу, химиялық бұйралау, түзету, осының барлығынан шаштың, яғни солардың әсерінен шаш құрғап табиғи жылтырлығын жоғалта бастайды. Мысалы, маған хабарласатын әйелдердің көбі шашым өлі шашқа ұқсайды, киіз сияқты таралмайды, мүлдем жылтырлығын жоғалтты деп айтады. Оның кейін келесі сусыздану процесі. Ағзада жеткілікті су болмағанның кеселінен шашта ылғалсыз қалады, яғни шашта құрғайды. Сол себепті егер шашыңыздың құрғақ болғанын қаламасаңыз, онда су ішіп отыру маңызды. Бұл туралы мен алдағы бөлімдерде нақтылап тоқталамын. Келесі шаштың типі бұл майлы шаш. Бұл май бездерінің қарқынды жұмысына байланысты пайда болады. Мұндай шаш тез кірленеді, көлемін жоғалтады, жабысып тұрады, андай жылтыр болады, бірақ жылтыр болғанмен де сондай бір әсері өте жағымсыз. Мысалы, маған хабарласатын әйелдер көп, шашымды бүгін жусам, кешке майласып тұрады, немесе ертең майласып тұрады, жабысады, дұрыс таралмайды, мен тіпті елден ұялам дейді. Ал енді осы шаштың майлануы қайдан пайда болады? Ең бірінші кезекте бұл шашты жиі жуу. Яғни сіз шашты жиі жуған сайын бас терісі қорғаныс қабатын, яғни табиғи майларды жойып жібереді, яғни жоғалта бастайды. Май бездері бұрынғыдан да майды көп бөледі. Себебі шашты жуған кезде ондағы қорғаныс қабаты май жойыла бастағаннан кейін май бездері қайтадан көбірек бөліне бастау себебі шашты қорғау керек деген ой пайда болады. Қарапайым тілмен түсіндіргенде. Сөйтіп шаш тез майланатын болады. Мысалы, маған айтатын адамдар бұрын ауылда тұрған кезде немесе бала кезімізде шашымызды аптасына бір-ақ рет жуатын едік. Сонда жақсы еді. Ал қазір күнде жусақ, күнде майланатын болды деген сөздерді мен жиі естимін. Келесі екіншісі бұл бальзам, кондиционерді шаштың ұзындығына, ұшына емес түбіне жағу. Негізі бұларды шаштың түбіне жағуға болмайды. Шаштың түбіне жақсаңыз, бұл шаштың майлануына алып келеді. Үшіншіден, дұрыс тамақтанбау. Мысалы, майлы, тәтті, фастфуд тағамдарды жеу, бұл да өз кезеңінде шаштың майлануына әкеледі. Төртіншісі, стресс, гормоналды өзгерістер, ішкі ағзадағы түрлі проблемалар да шаштың майлануына алып келеді. Мысалы, сіз шаштың майлануын азайтуға арналған түрлі маскаларды қолдандыңыз, шампунды қолдандыңыз, одан да мүлдем әсері болмай жататын болса, ондағы негізгі проблема ішкі ағзада. Бесіншісі бұл белгі, яғни майлы шаштар қандай болады? Мен басында айта кеткендей, майлы шаштар бүгін жусаң ертең майланады, немесе таңертең жусаң кешке майланады. Мысалы, кешке тойға бару үшін, бір жаққа бару үшін мен тағы да шашымды жууға мәжбүрмін деп айтатын адамдар өте көп. Енді келесі біз тоқталамыз шаштың екі типі, бұл қалыпты шаш және аралас шаш. Қалыпты шаш дегеніміз бұл шаш майлы да емес, құрғақ та емес, жайлы күйде болады. Негізі шаш типтерінің ішіндегі ең жақсы тип бұл қалыпты шаш. Шамамен 3-4 күнде бір жуады. Яғни сіз өзіңіздің шашыңызды соншалықты бір жайлы, жылтыр, өте жақсы сезінесіз. Оны жуудың да немесе артық майлылық, артық құрғап кету сияқты белгілер байқалмайды. Төртінші тип бұл аралас
типті шаш. Осыған келгенде адамдар көп шатасып жатады. Мысалы, мен адамдардан шашыңыздың типі қандай деп сұраған кезде ол не майлы, не құрғақ деп айтарын білмейді. Себебі бұл типті шаштар да шаштың түбі майлы болады, ал ұштары құрғақ болады. Енді осы бөлімде менің негізгі айтқым келгені, егер сіз өзіңіздің шашыңыздың типін білмейтін болсаңыз, сіз оған дұрыс күтім жасай алмайсыз. Және шашқа дұрыс күтім жасай алмау, шашқа арналған түрлі химиялық процедуралар, немесе зақымдайтын құралдарды қолдану, немесе шашқа арналған құралдар, оның ішінде шампунь, бальзам, кондиционер, түрлі маскаларды дұрыс қолданбау шаштың типінің ауытқуына алып келеді. Мысалы, кезінде шашыңыз қалыпты болуы мүмкін, құрғақ болуы мүмкін, уақыт өте келе шампундарды жиі пайдалану, немесе оларды дұрыс қолданбаудың кеселінен шашыңыз майлы болып кетуі мүмкін, немесе аралас болып кетуі мүмкін. Сондықтан, егер шашыңыздың күтімінің дұрыс болғанын қаласаңыз, шашыңыздың сау болғанын қаласаңыз, онда өз шашыңыздың типін білу, оған сай күтім жасай алу аса маңызды. Біз бірінші сабағымызда шаштың өсу кезеңдеріне тоқталдық, шаштың типтері мен олардың сипаттамаларына тоқталдық. Ал келесі сабағымызда шаштың типтеріне қарай қалай күтім жасау керек, майлы шашқа қалай күтім жасау керек, мысалы құрғақ шашқа қалай күтім жасау керек, солармен бөлісетін боламын.